Баршаңызға ассалаумағалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Мінекей бүгін сіздерге жаңа шығарылым шығарып жатырмыз. Түсіріп, дайындап материалдарды базарда аралап, бағаларды түсіріп, сіздердің сұрақтарыңыз бойынша соңғы кездері видео шығарылымдардың арасы сиреп кетті. Оған кешірім сұраймын. Кішкене уақыттың тығыздығына байланысты уақыт кішкене болмай кетті. Сол себепті сіздер бірге болыңыздар, лайк басыңыздар, бөлісіп отырыңыздар. Ал кеттік ендеше, тамашалайық. Ал оформлениеден шықтық. Құтты болсын. Енді салып жібереміз. Короче, мына жерде 2.0 гибрид плагин тұр. Адаптермен бірге. Бағасы 10.500 сұрап тұр. 2018 жылға 2.0 объемда. Пробегі 100 000. Ақ түсті. Комплектация Sport Edition. Жүзің майл жүрген. Қазір келіп, қазір дайындап жатыр. Мінекей адаптерлері. Артында, в принципе, орын жоқ. Так, пин код 2018 екінші ай. Қазір оталып тұр. Шықпайды. Осылай. Алдарыңызда Kia Optima 2019 жылғы 2.4 мотормен $8500 сап тұр. Бұл жерде жаңағы вин кодын көрсіп кетейін. Пробегі 54.000 миль. Көрініп тұр ма? 54.000 миль. Бұл жерде базовый комплектация. Ручной, велюровый. Бірақ датчик полосы мен BCM датчик бар. Мультируль бар. Экран. Подогрев сиденьелер жоқ. Іші таза. Ақ цветте. 2.4 мотормен. Повреждениесі қатты емес дейді. Оны вин кодын қараған жоқпыз. Енді қараймыз. Бамперден деп қояды енді. Оны кейін көріңіздерміз. Жалпы сұрап тұрған бағасы 8500 бұнікі. Әлі де саудасы бар. Келесі мынаны 8800 деп тұр. 2018 жылы 2.4 мотормен. Бұл жерде уже бірақ панорама бар. Панорамная крыша. Мінекей. Так. Бұл жерде по вин коду 2018 таза. Электрический привод сидений, велюровый салон. Бұл жерде удержание полосы, BCM барлығы бар. Мультируль 59.000 миль. Подогрев жоқ бұл жерде. Бұл жерде артықшылығы жаңа электрический сиденье мен панорама ғана. Бұл жерде де повреждениесі аз дейді. Іштерін барлығы химический жасап қойған. Өте таза, аккуратно жасап қойған. Так. Есіктерінде барлығында вроде биркалар барлығы тұр, заводской. Барлығында заводской биркалар тұр. Онда вин кодын қарайсыздармыз. 2.4 мотор Optima. Мұнда да тұр, мына жақта да тұр. Астарында да тұр. Повреждениесі аз дейді. Вин кодын тағы қарай кетеміз. Optimalar бойынша жалпы осындай.
Бұны әлі саудаласуға болады, саудаласудың бағасы әлі алда. Жалпы стартовый ценасы 8500, арқысы 8800. 8500. Өткен жолы Malibu сұрадыңыздар. Chevrolet Malibu 2021 жылғы 1.5 мотормен $9000 стартовый ценасы. Арғай саудасы бар. Так, мен көрсете кетейін. Бесключевой доступ. Так, вин кодын көрсетейін. Так, вин коды 21 жылғы таза. Еще велюр. Электрический привод сиденья. Пробегу 100 000 миль. Коробка автомат 1.5 объеммен. İçine тоже химчистка жасап қойған. Бірақ химчистка стаканса кеппеген екен, сәл иісі бар. $9000. Бастапқы бағасы, арғай саудасы бар. Жалпылама Malibu'лардың бағасы осындай. Бұл комплектациясы RS. Көптігіндарыңызда кішкене спортивнылау түрмен тұрда бұл жерде. Так, Volkswagen Jetta 2022 жылғы 1.5 мотормен рестайлинговый последний, бағасы $15500. Это стартовый ценасы, арғай саудасы бар. Мына крыласы ауысқан. SE комплектация Sport Edition. Мокрый асфальт түсі және полностью қара салонда. Бесключевой доступ, BCM датчик. Электрические сиденья, кожаный, кожасын барлығы өте жақсы, тап-таза. Пробег 45 000 миль. Так, вин кодын көрсете кетейін. Вин код. Электрический тоже дисплей табло. Мында крутилка, пуш-старт. Новый дизайн. Рестайлинговый. В принципе, компактный әдемі екен. Жақсы екен. Біздің қазақтар, в принципе, жеттенбейді. Көбіне Россия жақсылады. Жеттілады. Type-C зарядный устройство тағатын жері бар. Жалпы осындай 45 000 майлмен $15500 сатылып тұр. Машина өте таза. Жақсы. Состояниесінің, кожасының состояниесі жалпы керемет. Бірақ біздің қазақтар бұны алғанша камера алмайын ба деген әңгіме айтады да. Бірақ сонда да өзінің бір вақты жаны сүйетін адамдар бар ғой, сол кісілерге арнайы түсіп кетіп жатырмын. Осылай Jetta бойынша 2022 жылы 22 год, 15500 просит, это стартовая цена, можно торговаться. 1.5 мотор. Так, Kia Sorento 2019 жылғы $12500 стартовый ценасы, кішкене саудасы бар, полный привод, 2.4 мотормен. Так, $12500. Так, 58 000 миль жүрген, автомат коробка. Бұл жерде енді тоже базовая комплектация бар айтқанда. Так, велюровый салон, электрический сиденье бар, BCM датчик бар. Так, мультируль, 58 000 миль. Так, экран, полный привод, парктроники. Еще от сиденья, самое главное, Сорентода. Еще от сиденья бар. Так. Артында көрсетіп кетейін. Машина химчистка салған. Так, вин кодын да сразу көрсетіп кетейін. Вин код бойынша 19.
февраля. Полный привод. Сарента GDI мотормен 2.4. Мінекей 3 ряд сиденья. Домкрат, ключ, запаска. Барлығы өз орнында. 12.500 стартовый ценасы. Арғай уже саудаласу керек. Камера заднего вида. Так, келесі Hyundai Tucson. $12,000 стартовый ценасы. Так, бұның жылы 2020, по-моему. 2020. 2.0 объеммен. Мокрый асфальт үстінде. Так, пробегі. Так, пробегін қарай қойық. Пробег 65 000 миль. 65 000 миль. Так, удержание полосы. Полный привод. Вин-кодын көрсетейін. Тазы 2020. Ручной сиденье. Велюровый. Мультируль. Так, дисплей. Так, автохолд. Жалпы бұл жерде бастапқы керектілерінің барлығы бар. Машина дайындалған, өте таза, жақсы. Бұл жерде жаңа айту бойынша қателеспесем, бампермен капот қана боялған деді. Tucson бойынша осындай 2.0 объемда. $12,000 сатып тұр. Қалған уже реально клиентпен саудаласады. Prius 2019 жылғы. Бұл жерде уже XLA комплектациясы және полный привод екен. Полный привод Prius'та бар екен, өзім білген жоқпын, мен қазір біліп отырмын. Алдында партроника, линзовый оптика және бұның бағасын айта кетейін сразу. Объем 1.8, бағасы $13,000. $13,000 XLA комплектация. Бұл жерде кожа, жаңағы жабық екен. Полный привод. Салон комбинированный кожа. Ақ және қара салонда. Ортасында большой монитор. Мультируль. Подогрев сиденья. Керектердің барлығы бар. Және подогрев руля бар екен еще. Подогрев руля бар екен. Солай. Toyota Prius бойынша. Так, алдарыңызда Kia K5, Narda Grey цветінде. Так, 2022 жылға 32 000 миль жүрген 1.6 GT Line комплектациясында. 32 000 мильмен қызыл салонмен. Панорама. Бұның сап тұрған соңғы бағасы 18.500 дейді. 18.500 дейді. Мүмкін тағы да бір $500 тағы түсіп қалар. Тағы саудаласып көру керек. Бірақ қазіргі айтып тұрған бағасы соңғысы 18.500 дейді. Так, ПСМ датчик, бесключевой доступ, электрические сиденья. Так, вин-код. Вин-код бойынша таза 22 март айы. Так, повреждениесі бойынша тек алдыңғы капот и бампер деді. 32 000 миль. Удержание полосы, мультируль, монитор большой. Бұдан артық не керек? Подогрев руля, подогрев сидений. GT Line комплектациясында. Toyota Camry 50 есе 2013 жылға 124 000 миль жүрген 2.5 $9,000 сатып тұр. Қара түсті. Так, вин-кодын көрсете кетейін. Так, по вин-коду. Так, көрінді ғой. 2013 9 ай. Вин-кодын қарап алсаңыздар болады. Есе комплектация.
электрический, комбинированный, велюр мен кожа, эко кожа ғой. Так, мына жағында кармашкасын басқа түстен салып қойған екен. Рульдер кішкене шаршап қапты. 124 000 майл дейді. Миль 124 000 мильге вроде ұқсамайды, себебі мына жақтарда кішкене шаршаңқырап қапты. Так, салон енді әбден майлап қойыпты, бірақ сонда да кішкене шаршағаны көрініп тұр. Мына жерлері кішкене мынандай зақымдалған жерлері бар екен. Америкада хозяйны стройкамен айналысқан ба, барлық жеріне красық жағылып қапты. Осындай кішкене ақаулар бар екен. Ақау емес, кішкене былғанған дефекттер. Жалпы состояние осылай. 2013 9 болып сап тұр. Кеттік. Дальше. Жылдарыңызда Camry 55-тер. $7,900, 153 000 мильмен 2.5 2016. Мынау $7,300, 2016 2.5 220 000 миль жүрген. Мынау 2015 176 000 миль жүрген екен. Так, бағасын жазып тұрдым, бағасын бір көрік. Так, мынаны қарап көрейік. Carfax'tan қарасақ, Carfax'ында полностью родной окрасын тұр. Бірақ бүйтіп қарасаң, негізі мына жағынан кішкене байқасаңыздар, зазорлары, мыналары кішкене айқайлап тұрған жағдайы бар кішкене. Мына жерде шыбын салынып қоятындай зазор бар. Және мына крыласы негізінде боялған. Енді мүмкін Америкада боялған шығар, өздері боялған шығар, бірақ мына крыло боялған. В целом, вроде пробегі көп, бірақ в целом байқап тұрсам, мына жағы уже таза. Качактар көп по кузову. Как-никак енді 220 000 миль деген аз емес. Качактар өте көп. $7,300 үстінде де кішкене сыққан жатқандары бар екен. Бір көрсете кетейін, айналдыра. Және қазір салонын көрсетемін. Так, вин-код. Вин-коды. Так. Окей. 2016 декабрь айы. Так, электрическое сиденье. AC комплектация болғаннан кейін комбинированный салон. Жаңа эко кожамен велюр. Так, 220 000 миль. Так, сен жалдырып кесіп тұр жо. Май жаға беріп. Сәл қиналып оталды, как будто бір сәл бір түн шығып тұрғандай болып тұр. Бірақ балансировочный балдардың ешқайсының ешқандай артық звук шыққан жоқ. Цептері вроде нормально жатты, бірақ машина троить етіп тұр, машина сәл түн шығып тұр. Скорее всего, катушка свечалар дұрыс емес, енді как-никак жүрген жері аз емес. Сиденьелер таза емес екен, сәл болғанған. Как будто бір химчистка жасамай үстінен май жағып бастағандай. Так. Осылай, $7,300. Жаңа Camry'ді еліме тексеріп шықтым. Так, мына крыласы ауысқан, тайлан салынған. Мына жақтары уже байқап тұрғандарыңыздай. В общем, Америкадан жасалып келген екен. Көп достарға қалай болып жатқан шпақыр. Айтатын басқа сөз жоқ бәсе. Көзге бір жаман көрінді да.
қазір мен осылай кісіде что-то қарап едім. Көзім қатты көрініп тұр. Тексере салайын десем, осылай дейді жалпы. Соған қарағанда мексиканецтер біраз күш салған сияқты бұны қайта орнына келтіру үшін. Жалпылама мына жағында да вторичный окраста бар, шпаклевка да бар. Машина мінекей. В общем, машина круговой кетіп тұр ғой. Тек мыналар сау. Үш деталь ғана. Ауысқан, жалпы боялған. Мынау да переходпен боялған, арт жағы боялған. Және крышасы ғана жалпы сау екен. Даже мынау да боялған ғой. Жалко. Ладно. Бірақ Америкадан дәл осылай келген машина. Оны енді ешкім ешқандай претензия айта алмайды, потому что мүмкін ол жақта біреу соғып алып, несін Carfax'ын тіркемеген шығар страховкаға, поэтому оны ештеңе айта алмаймыз. Россияның толығырақ жақынырақ түсіре кетейік. 2018 жылғы 3/5 SE комплектациясында 94.000 миль жүрген. Бұның удары мына жақ бетінен келген. Мына жерден алайда мына жақтардан майысқандарды есіктерін қайта шығарып бояп кеткен. Осы сторонасы былай айтқанда полностью боялған. Оң жақ беті. Қалған жақтары полный родной окрасында тұр. Тек арғы беті сплошной боялған. Винкоды Винкодпен 2018 жылғы 2-ші ай. Сұрап тұрған бағасы жаңа айттым 13.500 окончательно дейді, бірақ әлі де саудаласуға болады. Электрический сиденье, кожа, 94.000 миль жүрген SE комплектация. Задний климат, капитан сиденья, 3 ряд, монитор. Так, электрический есік. Асықпай көрсете берейін барлығын. Бұл машинада мынау сиденьяларына кішкене май жақты салған, сол себепті жалтырап тұр. Барлығын көріп тұрсыздар. Жалтырап жүрген да тоғы. Так, машинада бір ролик па бірдеңкесі шумап тұр. Шумна жұмыс жасап тұр. Так, мынау желде қатты болып кетті. Сол себепті ертерек аяқтап жіберейін. Сиена бойынша осы. Бұл жерде пуш-старт жоқ. Мультируль. Так, кілтін өзімен алып кетіп қатты. Подогрев сиденья. Жалпы осылай. Кеттік. Так, Lexus IS F Sport 2013. Өткен жолы ұстаған екенсіздер, мен өтіп кеткен екен. Бұның бағасы айта кетейін. Бұның бағасы қазір сұрап тұрған бағасы неке 11.800 доллар. Саудасы бар. Қазір егер қазір алатын болсаңыздар 10.000 долларға бережем деп тұр. Ашығын айтып тұр. 10.000 долларға бережем деп. Мінеки Винкоды. Пробега. Бұның пробега. Так, 138.000 миль. Таза F Sport. Өткен жолы қызыққан кісілерге арнайы түсіріп жатырмын. Подогревмен, барлығымен, BCM датчиктермен. $10.000 бағасы.
акустика. Простой акустика тұр. Да, простой акустика тұр бұл жерде. Жалпы осы айс бойынша бағасы $10,000 беріп жүретін бағасы. Люгімен, ақ цвет, қара салонмен. айс 250. Toyota Highlander 2022 жылғы таза платинум. Жаңа повреждение столько артқы есікпен. Мына крыладан ғана болған. Мына крыланы ауыстырған, есік ауысқан, шпаклевка жоқ. Вин-кодын көрсете кетейін. Міне, по вин-коду 2022 бірінші ай. Бар жоғы 8,000 миль жүрген. Полностью платинум. Самый топовый комплектация. Салон серый, таза. 3 ряд сиденьемен, панорама. Барлығы бар. Салон өте тап-таза. Жақсы жағдайда. Артқа шторкілері, климат. Барлығы бар. Сұрап тұрған бағасы $35,000. $35,000. Окей. 8,000 миль жүрген. Полный привод. Платинум комплектацияда. Кімге керек? Шыға беріңіздер, хабарласа беріңіздер. BMW X7 сұраған кісілерге, мінекей 23 жылға, 22 жылға, бұнда 37,000 миль, бұнда 42,000 миль. Бағалары қазірден сұрап тұрған $83,000 тұр. $83,000, еще тағы кішкене торгы бар. Мынау да тағы $80,000, $80,000, бұда да кішкене торгы бар. Бұл жерде разница екеу комплектациясы бірдей. 3.0 объеммен вин-кодтарын көрсетейін. Бұл дилерский, дилерден сатып алынған Америкадан комплектациялары өте жақсы. Мынаның 3 ряд сиденье. 3 ряд сиденье, мінекей 42,000 миль. Так, мұнда қара салон, мына жақта қоңыр салонмен. Мінекей коричневый салон, 3 ряд сиденьемен. Пробегі. Ар жақтан бір көрсетейін. Кімге X7 керек, мінекей. Полностью родной окраса. Жақсы состояниеде. Дилерский, сол себепті бұлар ешқандай ударсыз келген. Так. Мінекей 37,000 миль жүрген. 37,800. Комплектациялар жақсы. Вин-кодын көрсетейін. Кімге керек, жаза беріңіздер. Ішкі шторкасы барлығы бар. Задний климаты, панорама. Полностью екі люк. Үшінші ряд. Бұлар жаңадан келген. Енді қойылып отыр бағалары. Сол себепті кімге керек, мінекей алып үлгеріп қалсаңыздар болады. Мынау 22 жылға. Мына жерде қараңыз. Мына кнопканы басып, мына жақта былай жылжытып жатқызуға болады. Барлығы полный комплектация былай айтқанда. Люк. Так, одан кейін мынау М пакетте бар. Ақ түсті қара салонмен бұл да қазір келіп жатыр. Бағасын әлі шығарған жоқ. Бағасын енді кімге нақты қызық. Хабарға шығып сұрасаңыздар болады, оның ертең бағасын білетін болады. 23 жылғы 1-ші айдан. Состояние сенді бұныңкі 27 000 пробегпен. Состояние сенді гүл. Так. Полный привод, X-Drive. Бұл жерде М пакет болғаннан кейін задний шторкілер жоқ. Панорамалар бар, 3 ряд сиденье бар. Состояниелерін кожасы қарасаңыздар. Задний климат. Зарядное устройство, тағатын елдері. Так, пробегі 21 900.
машинаның жұмыс жасап тұрғаны өте жақсы. Почти новый машина бұлар енді. Қара потолокпен. Бұл жерде акустикасы өзінің акустикасы екен. Ар жақта екеуі Harman Kardon акустика. Бұл жерде обычный акустика. Потому что М пакет болғаннан кейін сондай болады. Бұның бағасы әлі шықпаған. Бағасын құдай қаласа енді ертеңдері шығады. Сол себепті кімге қызық нақты сұрап хабарға шығып біле берсеңіздер болады. Машиналар дилерский. Кімге керек нақты алып салып жібереміз Қазақстанға. Так, келесі BMW X5 G05 2022 жылға М обвесте, М комплектацияда. Бұл X5 М емес, просто X5 М комплектацияда. Линзовый оптика. 2022 таза. Бұл да дилерский. 22 жыл. Так, сұрап тұрған бағасын, қазір көрсете кетейін. Сұрап тұрған бағасы $61,000 деп тұр. Одан бөлек саудасы бар, әрине. Так, 3.0 объеммен 8 сатылық қорап, коробка передок. Так, ішкі комплектациясын көрсете кетейін. Так, память сидения, электрические барлығы, подножка, ломающая спинка, мультироль. Так, пробег 49 миль. 49 миль. Окей, джойстикпен. Так, панорама. Полный қара салон, екі ряд. Кожан состояниялары өте жақсы. Өздеріңіз сені естіп тұрған боласыздар, выхлоптың өзі де жаман емес. Попкорн да бар. Машина қызбаған, сол себепті қатты өйтіп басып көрсете алмаймын сіздерге. Машина қызған екен болмаса. Есіктерін ашып жіберейік. Бұл жерде М пакет болған екен, жаңағы шторкілері жоқ. Задний климат бар. Бұл да дилерский машина, сол себепті бұлай кузовында ешқандай удар жоқ. Бағасын жақсылап саудаласып береді. Кімге қызық? 22 жылғы X5 М пакеттегі хабарға шыға берсеңіздер болады. Проекциясы да бар. Мына жерде проекциясы да бар. Камера. Жалпы осылай. Кімге қызық жаза беріңіздер. X5 бойынша, X7 бойынша бар енді жаңа көліктер. Сол себепті. Так, алдарыңызда Subaru Outback 2014 жылғы 2.5 қозғалтқышпен $9,000 бастапқы бағасы, арғай саудасы бар. Так, удар мына жағынан болған. Мынау фара және лонжерондары сау. Ақ түсті қара салонмен, салонда өте жақсы комплектациясы. Так, вин-кодын көрсете кетейін. Мінекей, вин-коды таза 14. Кожаный салон, Harman Kardon, память сидений, электрический привод сидений. Мінекей, ПСМ датчик, привод багажника, барлығы бар. Мультируль. Автоматпен кожалардың состояниесі жақсы екен. Люк. Іші ыстық қылып отырған. Так, артын көрсетіп кетейін. Задний подогрев.
Полный привод. Задний привод багажника. Машина жағдайы жақсы екен. Индиана штатынан келген. Адам. Астын көрсетіп жіберейін. Асты таза екен. 2014 жылғы $9,000 бастапқы бағасы. Басылған датчиктері барлығы бар. Пуш-стартпен $9,000 бастапқы бағасы. Келесі аутбагымыз 2018 жылғы 2.5 қозғалтқышпен. Бұл таза 2018 8-ші ай. Бұл Қырғызстанға да өтеді. Жетінші ай екен, Қырғызстанға да өтеді. Сұрап тұрған бағасы $13,000. $13,000 бастапқы бағасы. Кожан салон 56,000 шақырым жүріп өткен. Бұл жерде де комплектациясы өте жақсы. Память сиденья, люк, БСМ датчик барлығы бар. Электрический сиденье. Пуш-стартпен. Тоже артқы подогревтер, USB барлығы бар бұл жерде де. Бірақ бұл жерде рульдің айырбағы шыққан, бірақ қайта орнына салынған. Неке. Багажник приводпен. Және астын көрсетіп қойын. Бұл 2018 таза, 2018 7-ші ай. $13,000 бастапқы бағасы. Бұл жерде БСМ датчик барлығы бар. Harman Kardon акустика. Удар мынау крылодан болған. Осы жағынан бұныңкі де крыло ауысқан дейді. 2018. Toyota Camry 70 2019 жылғы $12,900 сап тұр. Удар мына жағынан келген. Мына крыло ауысқан, бампер ауысқан. Қалған целым өзіңкі айырбак только рульдағымен. Және 2019 $12,900 сап тұр. Айырбак тек рульдағы и боковой ғана шторкасы шыққан. По ВИН-коду таза 2019. Іші таза, пробегі 56,000 миль. 56,000 миль. Жалпы состояниесі жақсы. Сортүсті қара салонмен AC комплектацияда. Мұнда кішкене майда нелері бар енді. Ол ештеңе емес. Салонның жағдайы өте жақсы. Саудасы болады, саудасы бар әрине. Заводтық өзінің бейкалары барлығы өз орнында. Артқы жағын барлығы сау. Родной окрасында. ВИН-кодын ашып қарасаңыздар, тек мына жағынан ғана тиген. $12,900 саудасы бар. Toyota Highlander 2018 таза 3.5 объеммен $15,500 сап тұр. 64 миль жүрген. ВИН-коды. Айырбактар ашылған. 64 миль ғана жүрген. Алдан удар болған. Салон ашық түсті. 3 ряд, ортасы капитан сиденьемен. 3.5 XLE полный привод. Қазір хозяйны жоқ, егесі. Сол себепті тек сыртынан айналып түсіріп өтемін. Люгі бар. XLE комплектацияда.
Так, Toyota Avalon 2015 XL комплектациясында гибрид 2.5 объеммен. 2 линзалы. Так, 2015 жылы $12,000 сап тұр бағасы. Так, золотистого цвета, шампан түсті яғни. Так, вин-коды. Мінекей. 2015 таза. Кожаный салон, подогрев сидений, мультируль. Так, БСМ датчик. Пробег 89 миль. Акустика, пуш-старт, дерево, люк. Эко-режим, спорт-режим, эво-режим барлығы бар. Память сиденья. Толықтай бұлғары. Іші таза. $12,000 сап тұрған бағасы. Саудасы бар. Әрине. Avalon гибрид 2.5 объем. Салоны жақсы екен. 89 миль ғана жүрген. Салонның жағдайы өте жақсы. Мінекей заводтық бронь пленкілері барлығы өз орнында. Тек шторкілер жоқ екен. Қалғандары керекті не бар, барлығы бар. Алдында тоже мына жағында бронь тұр барлық. Так, крылада және де капотта бронь пакетпен тұр. Гибрид 2.5. Так, X5-лар. На X5 түсіріп кетейін. 2017 $24,500 сап тұр. 3.0 объеммен, полный фул комплектацияда. М обвес толықтай киілінген. Так. Дистерна просав қойылған. Төменгі сплиттерлерді салынған. Ақ түсті, қара салонмен. Так, вин-коды түсіре кетейін. Таза 2017. Көріп тұрғандарыңыздай. Ломающий сиденье, память сиденья, мультируль, М-руль, бірақ руль перші етілген. Қара салонмен. Полный М комплектацияда. Мінекей. Люк барлығы бар. Так, пробегі бұның қаншакен пробегі жазмаған екен. Так, хозяин қазір жоқ әзірше. Әдемі көрінеді. Өте әдемі. Так, мынаны көре кетейік. Бұл қанша сап тұр екен. Бұл бірақ уже ақ салонмен екен. $26,500 сап тұр. Проекция 2017 барлығы бар. X-Drive 3.0 объеммен. Тоже М-пакет полностью. Toyota Corolla сұраған кісілерге 2021 жылға $15,000 сапты 2.0 объеммен SE комплектацияда 64,000 километр жүрген, миль емес километр. По кузову полностью родной окраста. Жоғар жағы краска емес, пленкамен жабыстырылған. Мына қараларым барлығы пленка. Краска емес боялмаған. Машинаның передний алдыңғы жағы бронь пленкаде. Бронь пленкаде. Заводтық броньдары барлығы өз орнында. Вин-коды таза 2021. SE комплектациясында бұл жерде уже комбинированный салон заводтан, оранжевый сиденье,
ақ түсті панель және комбинированный қара түспен. Мультируль 66.000 километр. 66.000 километр. Машина негізі утоп болған. Вин кодын ашып қарасаңыздар. Көрініп тұр. Сол себепті машинаның барлық детальдары боялмаған, өзінің заводтық краскасында тұр. Кімге қызық, мінекей Corolla бойынша осындай саудаласуға болады, бағасы әлі де түседі. Бұл бастапқы бағасы $15,000 SE комплектациясында. Таза 2021. Кімге қажет? Мінекей Corolla бойынша осылай. Так, келесі Lexus IS 23 жылға $31,000 жап тұр. 2.0 объеммен, турбированный. IS 300 2.0 объеммен. Так. Бұл енді қанша дегенмен Lexus. Бұл жерінде комплектациясы өте жақсы. Corolla қарағанда мінекей вин коды таза 2023 5 ай. Электрический сиденье, кожаный салон. Так, BSM датчики. Пробегі де 11.100. Так, 11.155 миль жүрген. Қара салонмен толықтай. Люк. Машинаның іші таза. Салондардың жағдайы өте жақсы. Жеп жаңа салон болып тұр. Push start. Lexus'та енді комплектация жоғары жүреді, сол себепті бұл жерде барлығы бар. Бұл жерде өте жақсы жұмыс жасап тұр. Оталуы барлығы дұрыс. Так. Так, багажник. Багажник өте таза. Жақсы жағдайда екен. Запаскалары барлығы өз орнында. Теп жаңа машинаның іші шығып тұр. Так, астын көрсете кетейін. IS бойынша осылай. Кімге ұнайды? Жаза беріңіздер. Вин код. Так, жалпы Malibu 2020 жылғы 1.5 объеммен $8,500 деп тұр. Крылы жақтан аудар болған. Мокр асфальт түсте, және салоны полностью кожамен. Монитор, мультируль, климат, люк жоқ, панорама жоқ бұл жерде. Малибулар бойынша. Так, вот этот? 6500, да? Ага, 48 пробег. Ага, 2019 жылға ақ түсті $6,500. 6,500 1.5 объеммен, бесключевой доступ, BSM датчик. Так, вин код. Так, по вин коду тоже 2019. Утоп болған ақ салонмен.
мінекей push start комплектациясы тоже жаман емес, бірақ азап иіс бар және біраз суға батқан күйі тұрып қалған екен. Бағасы $6500. Память сиденьесімен полностью родной окрасты заводтық. Тағы бір жақсылап кептіріп, желательно орындықтарын ауыстырып жүрген дұрыс-ау деп ойлаймын өзім. $6500. Кімге қызық? Малибулардың бағалары $6500, мынаусы $8500. А вот эти $8500. Бұл 2020 жылға 73.000 миль жүрген. Вот это $11500. $11500. Тут год. Панорама кожа, красный салон. Ага, год какой? Так, 20-й год. 20 жылға бұл жерде енді full комплектация екен. Панорамная крыша, мынада да панорамная крыша бар, по идее. Есть ключевой доступ. Сейчас жабық екен. Малибулар саған кісілерге көрсетіп кетейін. Тез. Так, мында велюровый салон. Электрический привод сидений. Велюровый салон, коробка автомат. Панорама бар. Мына жерде полный комплектация. $11500. Так, бұның да винкотын қазір көрсетіп кетейін. Бұл жерде еще полный қызыл салон екен. Винкоды. Панорамный крышамен. Киргиз, брат, да? И казах. Открой. Жалпы осы состояниесі бойынша, сіздер сұраған баға бойынша $11500. Кішкене саудасы бар. Комплектация жағынан ең жоғары комплектацияда осы. Бұның бағасы $11500. Так, Chevrolet Equinox соңғы бағасы $10,000 дейді. 2.0 объеммен премьер комплектациясында. Бұл жерде турбированный 2.0. Бесключевой доступ, BSM датчик. Так, вин-код. Вин-код бойынша 20 жыл. Память сидений. Вот здесь камера. Камера 360 бар екен. Кожаный салон. Мультируль. Кожаный салон, панорама. Турбированный 2.0 объеммен. Bose комплектация, акустика Bose комплектациясы өте жоғары. Соңғы бағасы $10,000. Соңғы бағасы $10,000 деп тұр. Equinox бойынша. Мінекей. Артқы подогрев. Багажник. Кожаный салонмен. Мокрый асфальт үстінде. Задний даже багажник приводпен. У него повреждение с какой стороны было? Повреждение вообще не будет. Стартер поменялся и все. Механическое повреждение, да? Я механическое повреждение келген, стартерін ауыстырғанбыз деп айтып тұр. Кімге Equinox қызық? Мінекей осы жұмысына жақсы варианттардан шығып қалады. Соңғы бағасы $10,000 деп тұр. Очень долго терпел. Посмотри. Вот здесь, капот вот здесь. Это Манхеймский, да? Да. Угу. Вообще ударил. Аварии вообще не было. Угу. А с правой стороны ничего нету, да? Сюда. И вот здесь вот это было. Вот это было. Угу.
Так, алдарыңызда мінекей көрсетіп кетейін. J30 3.0 объеммен $16,500. 2017 жылғы таза ақ түсті. Капоттан болған, капоттан ысырып тастадым дейді, және бамперден жаңа көрсетіп кеттім ғой. Бұл жерде андай бесплатный Carfax'тан шықпайды, тек платный Carfax арқылы шығады. Және бұның бір несі, мінекей дискті кішкене, дискпен покашкадан ақауы бар. Пробеги 100,000 миль, ақ түсті, ақ салонмен, 3.0 объеммен, вин-кодын көрсете кетейін. Так, вин-код бойынша таза 2017 Sportline комплектациясында. Sportline комплектациясында. Да, сейчас. Ой. Вышел, да? Так, 163,000 километр. Бұл жерде километр, миль емес, мильмен 100,000 миль. 100,000 миль болады. Комплектация Sportline өте жақсы. Кімге қызық, жаза беріңіздер. Повреждение, в принципе, бұлай аса қатты емес, кішігірім повреждениемен келген. Бұл жерде жаңа платный Carfax'пен ғана шығады, айрбактар орында. Тек капоттан болған деп тұр. Капот ауысқан, яғни $16,500. Енді мелкий косяктары бар енді по кузову, майда-майда. Жаңағыдай тас деген, кішкене мятина деген сияқты. Остальное қалғандары дұрыс. Көрініп тұр ма өзі? Жай бір көрсетіп өтейін. Кімге нақты керек, хабарласа беріңіздер. Жалпы осындай варианттардан бар. Camry 50 AC 2014 жылғы $8,500 сап тұр. 117,000 миль жүрген. Повреждение бойынша суға батқан утопленник, яғни вин-кодын көрсете кетейін. Вин-код бойынша 2014. Қалған айырбак барлығы өз орнында заводтық күйінде тұр. Ешқандай айырбак шықпаған. Алдыңғы бампермен және мына жерге дейін суға батқан. Барлық деталі заводтық краскасында. Барлық детальдары заводтық краскасында тұр. 117,000 миль жүрген. Ішінің состояниесі более дұрыс. Бірақ алдыңғы бампер мен артқы бампер бойылған. Мына жақтың ас жағынан кішкене бірдеңеге ілі болған. Суға батқан. Екінші повреждениесі бары сол $8,500. Мінекей базарда қазақтар көрінбейді, бірақ орыстар өте көп алып жатыр. Россиядан келіп қалғандар көп. Соңғы 2 күнде үлкен поток Россия азаматтары алып жатыр. Россия азаматтары. Мына жерде де жаңа алып жатыр, мына жерде де сол жақсы сауда жасап жатыр. Соңғы 2 күнде. Мұнда да Россия азаматтары сауда жасап алып жатыр. Toyota Camry 2021 ма бұл? 2021 17 болып сатылған. Қазір осыны $15,000 алып кетеміз деп сұрап тұр, бірақ енді $15,000 бере ме, бермей ме? Бірақ полный привод екен. Мына қатардағы бағасы көрсетілген машиналарды айтып шығайын. Volkswagen Jetta 2020 жылғы 53,000 мильмен $9,300 вин-коды. Так, келесі BMW тройка 2015 жылғы $10,500, 2.0 объеммен 328 кузов. Вин-кодын көрсетейін бұнда. Вин-коды қызыл салонмен, люк қара түсетті. Так, келесі K5 $21,500 сап тұр. Бұл жерде 10,000 миль екен, 23 жылғы 1.6 турбо дейді. Бұл жерде вин-кодын
Винкоды. Так, келесі Honda Accord 18.500 доллар, 22 жылғы 28.000 миль. Honda Accord 22 жылғы 37.000 миль. Дебес объеммен 16 доллар сап тұр. Так, келесі Camry 70 2019 жылғы 12.000 доллар дейді. 12.000 доллар. 2.5 SE комплектацияда. Так, бұның вин-кодын көрсете кетейін. Вин-коды. Так, келесі Kia Optima 2019 жылғы 10.000 доллар. 2.4 мотормен 55 миль жүрген. Вин-коды. Велюр салонмен. Мынау енді алдында тұрған бұл шрот. Так, Hyundai Sonata 7500 доллар 2016 жылғы 2.4 мотормен 115 миль жүрген. Кожаный салон, люк. Так. Вин-код. Так, келесі соңғысы Camry 50. 8500 доллар 86 миль. Және 2014 жылғы 2.5. Вин-коды. SE комплектация. Так, мына қатарда көрсетіп кетейін. 7700 доллар 2017 жылғы 2.4 мотормен. Вин-коды, кожаный салон, панорама, Kia Optima, ақ түсті. Так, Hyundai Accent 8000 доллар 2019 жылғы, так, 98 миль жүрген 1.6 мотормен. Вин-коды. Велюрлі салон, қара түсті. Келесі Kia Soul. Kia Soul. Так, 2016 1.6 6300 доллар. Так, вин-коды. Велюрлі салонмен. Так, келесі Hyundai Sonata 12500 доллар 2019 жылы 47 миль. Вин-код. Коричневый кожаный салон, панорама. Так, келесі бұл жерде уже панорама жоқ екен. 2.5 мотор 2020 жылы Hyundai Sonata 69.000 миль жүрген 11.000 доллар сап тұр. Вин-коды. Так, салон велюровый. Базовая комплектация. Так, BMW тройка 10.800 доллар 2017 жылғы 2.0 объеммен 90.000 миль жүрген. Так, вин-код көрінбейді. Проекция, кожаный салон, люк барлығы бар. Так, келесі Hyundai Sonata 2021 жылғы 11.800 доллар сап тұр. 2.5 объеммен, вин-код 52 миль жүрген. Велюровый салонмен. Так, келесі Sonata'мыз 2016 жылы 2.4 мотормен 88 миль жүрген. 7700 доллар сапта. Вин-коды. Так, комбинация, комбинированный салон, кожа және велюр, люк, спорт комплектация. Так, Mazda CX-5 13 миль жүрген 21 жылғы 16500 доллар. Вин-коды. Вин-коды. Так, қызыл кожаный салонмен. Так, келесі Ford 6100 доллар 2.0 объеммен. Так, Mazda, Kia. На Kia көрсетіп кетейін. Полный привод дейді. Так, Kia Seltos, так, 21 жылғы 37 миль жүрген 12.800 доллар сап тұр. Вин-коды. Вин-коды. Велюровый салон. Kia Seltos. Так, келесі Nissan Rogue ма, қалай берсе 14.300 доллар 21 жылғы 60 миль жүрген. Так, вин-коды. Бұл жерде велюровый салон. Так, келесі Highlander 17.000 доллар дейді. 2015 жылғы 3.5 131 миль жүрген. Кожаный салон, люк, панорама, обдув, подогрев. В общем, полная комплектация болып тұр ғой мынау. Highlander Limited, полный привод.
Так, келесі 2019 дейді, бағасы $16,000. Бағасы $16,000, 2.0 объеммен 44 миль жүрген. Так, вин-коды. Так, проекция, кожаный салон, панорама, қара түсі, 2019 жылғы Santa Fe. Так, X5. 3.0 объеммен 2016 $17,000 сап тұр. Так, вин-коды. Бұл жерде проекция, кожаный салон. Так, только М-руль екен. М-руль и М-обвес кигізіп қойған. Так, Ford Escape сұраған кісілерге көрсетіп кетейін. Вин-коды. Бағасы $15,500, 1.5 объеммен 2021 жылғы SE комплектацияда. Велюровый салонмен. Панорама. Ford Escape бойынша бұлардың бағасы енді $12,000, $11,000 бастап $15,000 аралығында. Мінекей, 1.5 объеммен полный привод. Ford Escape бойынша осылай.